Сәлеметсіздер ме 11 сынып оқушылары 4-ші тоқсанның тжб-сы балар. Басқа нұсқаларын іздесеңіздер каналға кіріп көрсеңіздер болады. Берілген тапсырманы барлығын орындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар балар. Бірінші тапсырмада өлшеу әдістемесіне қарай жұлдыздық шаманың бөлінуін атаңыздар дейді балар. А, В, С, Д-ға жазып шығуымыз керек. Біріншісі балар бізде визуалдық жұлдыздық шама. Екінші бізде жұлдыздық. Екіншіміз жұлдыздық. Үшіншіміз бізде фотографиялық. Төртінші радиометриялық. Жұлдыздық шама. Төртеуін жазып шықтық. Ал біріншінің бір тапсырмасында абсолют жұлдыздық шама мен көрінетін жұлдыздық шаманың айырмашылығын ашып жазыңыздар дейді балалар. Міне мен оны жазып қойдым, қазір түсіндіре кетейін сіздерге. Балалар, бұның да бізде екеудің айырмашылығын жазыңыздар деген. 10 парсек стандарт қашықтықтағы аспан шырағының жұлдыздық шамасын абсолют жұлдыздық шама деп атайды. Ал абсолют жұлдыздық шама шырақтардың физикалық қасиеттерін жарқырауын сипаттайды. Абсолют жұлдыздық шама М, көрінерлік жұлдыздық шама кішкентай М әрпімен белгіленеді балалар. Осыны жазып қойыңыздар. Бұл бірінші тапсырманың басында. Келесі. Екінші тапсырмада балалар, көрінерлік жұлдыздық шамасы 6 болатын жұлдыз жерден 80 парсек қашықтықта орналасқан. Осы жұлдыздың абсолют жұлдыздық шамасын анықтаңыздар деген. Ал екіншіден бастап бірінші шығарып алайық. М азайтылған үлкен М тең грифм Д бөлінген 10. Сонда үлкен М тең 6 азайтылған 5 логарифм 80 бөлінген 10. Сонда 1/148 болады екен. Келесі. Белгілі бір ғалам шары арқылы 40 қашықтықта орналасқан күннің абсолют жұлдыздық шамасы 4,77. Күннің осы ғаламшар арқылы бақылағандағы көрінерлік жұлдыздық шамасын анықтаңыздар дейді. М тең кішкентай М қосылған 5 азайтылған 5 R. Сонда М табатын болсақ 4,177-ден азайтамыз 5-ті. Қосамыз 5 бөлеміз 40-ті бөлеміз 2,65-ке алар. Сонда мына жерде қосып бөлген кезімізде минус 18,8 шығады екен. Ары қарай 4-ші мен 5-шіге. Күн сәулесінің спектрін анықтау барысында оның энергетикалық жарқырауының спектрлік максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығы 250 нанометр. Күнді абсолют қара дене деп есептеп, абсолют температурасын анықтаңыздар дейді балалар. В бөлінген енді осы жерден температура, абсолют температураны алатын болсақ, орнына қоямыз. 2,9-ды көбейтеміз 10-ның 3 дәрежесіне, бөлеміз 5 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесіне. Сонда 5,8 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі кельвин шығады екен. Келесі 5-ші тапсырмада жоғарыда берілген 4 тапсырманың мәліметтерін қолдана отырып, абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауын анықтаңыздар дейді. Энергетикалық жарқырау R тең көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі. Осы формулаға саламыз. Сонда R тең 5,167-ні көбейтеміз
10-ның минус 8 дәрежесіне 10 көбейтеміз. 5,8 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесіне 4 дәрежесі. Сонда көбейткен кезде 64 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі шығады екен. Келесі ары қарай. Алтыншы тапсырмада суретте Гершпрунг-Рассел диаграммасы бейнеленген дейді. Тапсырмасында төменде көрсетілген 5 тұжырымнан дұрыстарын анықтап дөңгелектеп белгілеңіздер дейді. Ары қарай 8-дің астында үлкен жарылыстың 3 дәлелін ашып жазыңыз дейді. Бірінші дәлелі әлемнің ұлғаюы. Әлемнің ұлғаюы, яғни Хаббл заңы бойынша. Екінші ғарышта табылған сәулелер. Үшінші микротолқындық фонды сәуле шығару. Ары қарай Б-сы мен С-сында ғарыштық микротолқындық сәулелену дегеніміз не? С-сында ғарыштық микротолқындық сәулелену нені көрсетеді дейді балар. Міне Б-сы мен С-сын жазып қойдым балар, қараңыздар. Жарық үлкен жарылыстан кейін шамамен 400 мың жыл өткен соң ғалам қазіргіден әлде қайта ыстық болған кезде қалып қойған. Шамамен сол кездерде атомдар алғаш құрыла бастады. Яғни жарық қатты жұтылмайтын болғандықтан сол кезден бастап ол қазіргіден аздап болса да көріне бастады. Алайда ғаламның ұлғаюынан жарықтардың толқын ұзындығы да артты. Сол себепті олар қазір тек микротолқын түріне көрсетіледі дейді. Ал С-сында ғарыштық микротолқын сәулелену біркелкі болғанымен, онда біз үлкен жарылыстан кейінгі жағдайлар мен ғаламның дамуы туралы мағлұмат беретін аздаған ығысулардан, соның арқасында есептеулер тоқтаусыз жақсаруда. 2009 жылы ғарыштық микротолқын сәулеленуін зерттеуге, үлкен жарылыс теориясының салаларын сынақтан өткізуге және бізге ғаламның нақты қалай пайда болғанын түсінуге көмектеседі дейді. Келесі соңғы 9-шы тапсырмамызда оқушы алюминийдің тығыздығын анықтау барысында осындай мәліметтерді алды дейді. Міне мәліметтерді жазып қойған. Ары қарай төмендегі формуланы қолдана отырып, А. Алюминийдің тығыздығын анықтаңыз. Б. Өлшеудің салыстырмалы қателігін анықтаңыз. С. Өлшеудің абсолют қателігін анықтаңыздар дейді. Елу 1,6-ны бөлеміз. 100 көбейтілген 10-ға 10 көбейтеміз 0,2-ге 10 көбейтеміз 10-ның минус 3 дәрежесіне. Сонда 2,6 грамм бөлінген сантиметр куб шығады екен. Келесі өлшеудің салыстырмалы қателігін 10-ны бөлеміз. Сонда М қосылған Л қосылған дельта Т қосылған Т. Сонда орнына қойған кезімізде 0,2 грамм бөлінген сантиметр куб болады екен. Келесі абсолют қателігі тең сонда 7,7% болады екен. Балар, осымен бізге берген 9 тапсырманың барлығын орындадық.
түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып тұрсаңыздар болады. Сау болыңыздар.